Ұстаз ұрпақтың шамшырағы, әр баланың жүрегіне жол тапқан жалғыз жан. Нағыз мұғалім шәкіртін біліммен сусындатып қана қоймай, оның жүрегіне рухани құндылық дарыта білетін тұлға. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Манакова Фарида Ахметжановна Алматы облысы Балқаш ауданы Жиделі орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет етемін. Бүгінгі менің таңдап отырған тақырыбым сабақ барысында интернетсіз әдістерді тиімді қолдану. Мақсатым өз тәжірибемді ортаға салып, әріптестеріммен бөлісу. Сонымен қатар жаңа идеялар алып, кәсіби тұрғыда дамуды көздеймін. Мұғалім толқыс арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттап, заманауи әдістерді меңгертуді күтемін. Алдағы уақытта өзімнің интернетсіз сабақ өткізу тәжірибемді, ұлттық ойындарды кіріктірген әдістерімді таныстырып, оларды заманауи технологиялармен ұштастыру бағытында үлгі сабақтар ұсынуды жоспарлап отырмын. Қазіргі таңда жаңа технологиялар мен дәстүрлі әдістерді ұштастырудың маңызы зор деп білемін. Сол себепті мен өз әріптестеріме жасанды интеллект бойынша тәжірибемді таратып қана қоймай, ұлттық құндылықтарды дәріптеу бағытында да ерекше сабақ үлгілерін ұсынып келемін. Сабақ барысында интернетсіз әдістерді тиімді қолдану тақырыбы бойынша салт дәстүрлеріміз, яғни ұлттық құндылықтарымыз, тұсаукесер, арқан тартыс секілді ойындарды интернетсіз ұйымдастырдым. Бұл әдіс оқушылардың қызығушылығын оятып, олардың есте сақтау қабілетін арттырады. Сонымен қатар, берілген мәтінге талдау жасаудың оңай әрі тиімді жолын көрсетеді. Мысалы, тұсаукесер ойынында оқушылар жаңа тақырыпты түйінді сөздер арқылы ашады, ал арқан тартыс ойынында топтық жарыс ұйымдастырылады. Ұлттық дәстүрді сабақпен кіріктіру арқылы оқушылар тек білім алып қана қоймай, қазақы болмыстың мәнін сезініп, бір-бірімен ынтымақтастықта жұмыс жасауды үйренеді. Мұғалім Толкс менің кәсіби дамуыма үлкен серпін береді. Әріптестердің тәжірибесімен танысу, жаңа әдістерді меңгеру, жаңа мүмкіндіктердің бастауы. Мен үшін мұғалім Толкс тәжірибемді әріптестермен бөлісіп, жаңа идеялармен сусындауға мүмкіндік беретін бірегей жоба. Ұлттық құндылықтарды дәріптеп, заманауи әдістермен жеткізу. Мен осы жобада өз тәжірибемді ортаға салып, тың ойлармен байығым келеді.